Efirde Dağıstan Radyosu. Hali Noğay tilindeki söyleşilerdi başlayımız. Onu uyğundauşı, en yürütükçü jurnalist Anvarbek Kultayev. Soңғы xabarlарды береміз. Dağıstan Respublikasының правительство председателінің орынбасары Шариф Шариповтың жетекшілігімен республиканың правительствосының кезекли жиыны болып өткен. Оның күн кезегінде республика жерінде ұрлықшылық, питомшілік тармағында әлдер қалай екені ақында сорау ортаға салынып қаралған, көтерілген мәселе бойынша ой тоқтастарда етілініп алынған. Шариповтың айтуы бойынша АПК тармағында сосы құлдықлар тиісті орынды тұтадылар, тұтып та келгендер. Ұрлықлар көбісі әлі де етіспейділер, питомликлер болса пайдалы йосықта құлланылмайдылар. Олар ауыл хозяйство культурасының оңысын өстіруге пайдасын бермеге кереклер. Әллер бұяғынан республика жерінде осал деп айтып озбаға түседі. Тармақты финанслау да жоққа есап. Оны қанағатлау әлгі заманда 60%-ке де етпейді. Көтерілген мәселе бойынша өзлерінің ойларын Дағыстан Республикасының ауыл хозяйство министрінің орынбасары Камалуддинов, Дағыстан Республикасы бойынша Россельхоз орталықтың ФГБУ-сының филиал етекшісі Жанна Казамбиева, Дақ ИСінің өсімдік ұрлық бойынша бөлік етекшісі Нұрислам Магомедов басқалай жолдастарда айтып озғандар. Екі күн ұзағында Мақашқала қаласындағы Расул Гамзатов атындағы Республикалық Миллет библиотекасында медициналық выставкасы бардырылып тұры. Оның барысында әрбір келген әдем тегін жосықта білімлі врачтардың консультацияларын аладылар. Бірінші күн оқына онлаған әдемлер онда келгендер консультациядан басқалай болып тиісті көмектерді алғандар. Қызықсындыратын сұраулардан басқалай болып келген әдемлер экспресс қарауында өтпеге амаллы болдылар, өтіп те тұрадылар. Айтып озайық, өздерінің саулықтарының әллері қалай екенін білмеге қаратпаға республикамыздың қалаларының, районларының онлаған әдемлері келгендер қарауларында етіп тұрадылар. Мақашқала қаласындағы достық үйінде Дағыстан Республикасының басы Рамазан Аблатипов білімлендіру ілмі тармағында тергеу салу бойынша федералдық службасының жетекшісі Сергей Кравцов ортақшылық етуімен ең өткірген. Онда болса 2015 жыл өкімет тамамлық асыл аттестация вақытына әзірлік көру сұраулары ортаға салынып қаралған, ой тоқтаста етірінген. Рамазан Аблатиповтың айтуы бойынша Рособыр тергеуі мен республика миллетлік селекелік әлінен миллетлік тиісті дәрежеге көшті демеге боламыз. Білімнің асыл мәнесі әдемшілік тиістілігін кептеу болады. Сынаулар беруде бұл кемшіліктерді кемітеділер, білім мұрадына етіспейді. Школьниклер, студентлер білім сапатына мәне бермеге керекли боладылар. Әдем білімін көрсетпеге борышлы, ол мәнелесі. 2014 жыл үстінліктер болдылар демеге боламыз. Республика жерінде 25.000 іші технологиялық орындар керек. Онда істемеге білімді әдемлерде кереклер. Республикамызға білім керек. Мұнда
формализм деген зат болмаға керегі жоқ. Бөтен де алдыда тұрған сынаулар заманында. Иында Сергей Коробцов болса өз жағынан болып 2015 жылға сынаулар алуға қайда әзірлік өткөріле тағыны ақында айтып озған мысаллар да келтірген. Неге десе, еге қалай республика солай оқ еліміз бойынша өткөріледі. Басқалай yoldaşlar да сосы болып өткен иында өзлердің ойларын айтқанлар еге бәр яғынан да тергеу астында тұрмаға керек екенін ашықландырып алғандар. Ол болмаса үстінлік жоқ дейділер бәрісі де бір ниетте болып. Бүгін ауа әллері қалай болаяқ екен. Әне соның ақында да аяулы радио тыңдаушылар әлі сізге айтып озбаға сүйеміз. Күндіз ауадың жылылығы 16-17 градус. Түн ортасында болса 13-14 болмаға қаралады. Бұлытлы, ашық ауа болмаға қаралады. Қай бір заманда аз-маз яңғыр да ояқ. Дымқыллық болса 71%-тен алып, тап 90%-ке дейін етіп бараяқ. Ел есу күнтуардан 6 күнтуардан болып тұраяқ. Секундада оның күшлігі 1,2 метрден алып 3 минутке дейін етіп бараяқ. Күн көзінің туығы 4 сәт 28 дақиқада болған оңуы болса 19 сәт 4 дақиқада болмаға керек. Деңізде судың жылылығы 16 градусқа дейін етіп тұрады екен.